Ақсақал, бүгін қайтесің ба? Қайда дейсің бе? Кеше зарплата осы айлық алды. Үшінші март. Санаулы күндерім болды. Осужденный Ергалиев продолжает голодовку. Уже 4-й сутка. Ергалиев, примерь. Да не моя-то куртка. Я. Вести себя надо... Хорошо! Куртку давай. Руку. Старшина, сюда. Здравия желаю, товарищ капитан. А ну-ка, старшина, встань сюда, снимай. Встать! Налево! Налево! Спиной ко мне! Крупнее снимай. Налево. Считаете, что вы обвинили и приговорили меня к высшей мере. Но не забывайте, что вы сами себя приговорили. А то, что было с моей стороны покушение на жизнь дружинника, это ложь. И к поджогам автомашин, к нападению на милиционера не имею никакого отношения. Никакие обвинения не желаю на себя брать. Да, я был на площади, но я не совершал никакого преступления. Просто хотели высказать свое отношение к имперским амбициям ЦК Компартии, что с ее решением не согласны. Но я верю, что через 10-20 лет нас оправдают. Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген. Қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәл ұйқым, ұйықтайтын бар, не сыйқым. Бүгін қай күн? Мен не үшін отырмын? Насасқан қоқыршықтың ішінде не үшін отырмын? Не жазығым бар? Адам алдында, Құдай алдында не жазығым бар? Осы мен өмірдің біткеніме? Не үшін отырмын? Не үшін? Не үшін? Не үшін отырмын? Не үшін? Ясынышты! Откройте двери! Откройте! Открывайте! Ясынышты! Ашын! Ақсақал! Не керек саған? Аш есікті! Аш! Не болып қалды? Аш есік! Аш есік! Әлде ауырып қалдың ба? Аш есік ақсақал! Дәрігер шақырайын. Мына есікті ашыңызшы! 4-5 күн болды тамақ ішкен жоқ. Ашыңызшы ақсақал! Ашыңызшы! Ой, Акель, Смотри его! Смотри, давай! Держите, шакал! Держите, держите, крепче, крепче! Падла! Рука, ложите его туда, ложите его! Где-то успокоился, да? Держи его! Сейчас мы тебя... Свой фазинчик-то ведем. Он тебя успокоит. Сельфазинчик все шлаки повыгонит. Ну, теперь
Я 3-4 как мертвый. Беспокоить не будет. Декабрь. Уберите его. Бросьте на шконку. Давай откинем. Дядя. Полежи. Все, пошли. Даламда айнымас досыңдай тұғын Кезіп бір келмей сағыныш басылмай тұғын Дариғай білдер сол кезде сенде деді Ол жұлдыздардың ешқашан қосылмайтынын Ешқашан қосылмайтыны Айналайын Азатым. Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясына хат жазып қайттық. Бір қуанышты жай. Желтоқсан оқиғасына қатысқандарды толық ақтатып, түрмеде тар қапаста отырған сендерді тезірек шығарып аламыз деп, бүгінгі күндері қазақ жастары толқын үстінде. 3 күннен бері сіркіреген жаңбырға да шыжғырған күннің аптабына да қарамастан, олар аштық жариялап, жас өрім жігіттеріміз бен қыздарымыз үлкен саяси айқасқа түсіп жатыр екен. Сол 86 жылғы желтоқсанда ауылға келгенде екеуміздің көпір үстіндегі сөйлескеніміз әлі есімде. Мен сені түсінбей, бекер айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын. Жаста болсаң сенің ащы сөздерің шындықтың біз білсек айта алмай жүрген өзектер екен ғой. Иә, өткен 1989 жылғы көкек желтоқсан айларында басталған бүгінгі жастарымыздың саяси акциялары Қазақстанның егемендігін жақындататын үлкен жеңісіміз болмақ. Абайла қарағым. Әлі де болса қара күштер шындықтың бетін аштырмауға тырысады. Тырысып та тырмысып та жатыр. Өз көзімен шет жағасын көріп та қайттым ауылға. Осы 3 күннен бергі Қазақ ССР-ның жоғарғы кеңесінің алдында аштықта жатқан жігіттерімізбен араласқаннан бергі көптеген 86-ның небір сойқандары айтыла бастады. Халыққа әлі де болса шындық айтылмай жатыр. Әй қайдам, сол шындықты желтоқсан ұйымындағы жастарымыз дүние жүзіне паш етіп жариялай алса болғаны. Жақында Свиданкаға рұқсат алдық. Көріскенше Азат. Сәлем мен ағам Айдар.